Ағынтай батыр. Қалмақ тарихын тиянақты зерттеген орыс тарихшысы Иван Яковлевич Златкин Зая Пандита өмірбаянында 1643 жылы ойраттардың қазақ ханына қарсы жорығы туралы бұлдыр сөз бар. Есім бұған дейін ойраттар есімінің ұлы Яңгирді, яғни Жәңгірді тұтқынға алды. Бірақ олар тұтқыннан қашып құтылды. Жәңгір сұлтанның ойраттарға қашан және қандай жағдайда тұтқын болғанын айта алмаймыз. Бірақ оның тұтқынға түсу фактісіне күмән келтіруге болмайды депті кітабында 129 бет. Ал Қазақ Совет энциклопедиясы 6 том 380 бетте былай деп жоңғар хандығының құрылуы 1635 жылы бұл мемлекеттің бірлігін күшейте түсті. Сол жылы жоңғар қондайшысы Батур мен қазақ сұлтаны Жәңгірдің арасында қиян-кескі соғыс басталып, Жәңгір қолға түсті. Біз сияқты пенделер бір түйіннен көп нұсқа шығарып айтуға құмарақпыз. Ал тарихтың мақсаты көп нұсқадан бір түйінге келу. Демек, Жәңгірдің қалмаққа тұтқын болуы баяғыда дәлелденген шындық. Мұны бертінде кітап жазған тарихшылар да дәлелдейді. Мәселен, Кляшторный мен Сұлтанов Қазақстан 3000 жылдық шежіресі Алматы 1992 жылы деген кітапта олардың біріншісі туралы 1635 жылы болған мәліметтер бізге беймәлім жеке деректер ғана сақталған. Бұл соғыста қазақтардың көсемі Жәңгірдің қалмақтарға тұтқынға түсіп, оның азаттығын қайтарған сәт ғана болды дейді депті. Сол бақытты апат сырын былтыр жарық көрген ұлттық энциклопедиясының бірінші томдары ептеп болса да ажа кетіпті. 87-88 беттегі Ағынтай батырға арналған деректе шапырашшы Қарасай батырмен бірге Жәңгірді қалмақ тұтқынынан босатуға қатысқан делініпті. Қысқа болса да аса құнды мәлімет. Сырттағы дана тарихшылардан гөрі өзіміздің қара тарихшыларымыз өз тарихымызды тереңірек білетініне бұл да үлгілі дәлел. Арғын Ағынтай батырмен бірге Қарасайдың жерленген жері Айыртауда ескерткіш орнатылғанында баспасөз жария етті. Ал Петропавл қаласында екі батырға әдемі ескерткіш орнатылғанын Сәбит пен Ғабиттің тойына барған алматылықтар анықтап көрді. Қарасай батыр мен Арғын Ағынтай батырдың ұлы достығы мақтан ететін үлгі. Әйткенмен, өкінішке орай бүгінгі ұрпақ Ағынтай бабамыздың әлі де аз біледі. Оның да меніңше өз сыры бар. Әйгілі Шыңғыстың әйгілі қолбасшысы аты тарихтың талайында ашық айтылып келе жатқан бүкіл Қытайды Моңғол билігіне бағындырған қазақтан шыққан хас батыр Мұқалидың өзінде өндіріп біліп өзгеге білдіріп жатқанымызды шамалы ғой. Оның қасында Ағынтай әлі көз ашылмаған бұлақ іспетті. Өйткені біз әлі ұлы Сталиннің ұлы қағидасынан бас тартқанымыз жоқ. Адам жоқ болса оған байланысты проблема да жоқ. Алайда қазақтар Арғын деген тайпаның бары да рас. Одан шыққан Ағынтай атты асқан батырдың да болғаны рас. Бейтібар адамның өзі болмауы еш мүмкін емес. 17 ғасырда Матай деген би өткен. Алтын Еміл асуының батысындағы Матай тауы сол кісінің атымен аталған. Сол заманда Матайдың өзі үрім бұтағы сол араны мекендеген. Шапыраштың шежіресін шалапыла білетіндер де Әжікеден Құрман, одан Дәулет, одан Матай туатынын жаңылмай айтады. Сол Матай бабамыз өз заманында оқыған, көрген білгенін шежіре дәптерін жазып қойып отыратын көзі ашық адам болыпты. Сол кісінің жазып қалдырған мәліметіне сүйеніп, Қазыбек бек Тауасарұлының айтуына қарағанда, Арғын Ағынтай Есім ханның белгілі батырларының бірі. Ол шамамен 17 ғасырдың басында туып, сол ғасырдың екінші жартысында, яғни 1672 жылы дүниеден өткен. Ағынтай атан түйедей ірі кісі болыпты. Денесіне сай күші де керемет болған көрінеді. Батыр атану үшін дененің үлкендігі мен күштің молдығы әрине аздық етеді. Ең бастысы ерлік жасайтындай жүректі болу шарт. Өмір деректеріне қарағанда Ағынтай бабамыз ол жағынан да айтулы екен.
Матай бабамыздың жазуына қарағанда Жәңгір қалмақ тұтқынына 1635 жылы түседі. Мұны басқа тарихшыларда жоққа шығармайды. Ол жолы қазаққа қарсы қалмақтың талай Қожы, Торғаш деген тайшылары бірігіп шабуыл жасайды. Жәңгір қалмақ тұтқынында 1 жылдай болады. Қолға түскен Жәңгірді қалмақтар аяғын кісендеп жеке киіз үйде ұстапты. Хан баласына қинап, зорлап қорлық көрсете қоймапты. Есім хан баласы үшін алдымызға кішірейіп келеді деп күткен көрінеді. Бірақ Қарасай батыр досы Ағынтаймен бірге тағы бір адам алып үшеу ғана Жәңгірді босатуға аттанады. Алдын ала сұрау салып, барлау жасап, батыр Қонтайшының ауыл жағдайын әбден біліп алған болуы керек. Түнделетіп келіп аттарын жақын маңайдағы өзенге шідіріліп тастайды да өздері Қонтайшы ауылына жаяу жөнелген. Ай батқанша ауыл іргесін күтіп жатқан ат суғара келген қалмақ жігітін ұстап алып, одан мән-жайды анықтап біледі де өзін байлап тастайды. Жәңгірді қамаған үйге жете бергендерінде сыртқа біреу шыға келген. Қаперсіз қалмақтың Қарасай батыр күре тамырын баса қойып талдырып тастаған. Ағынтайлар сол кез үй іргесін көтеріп жіберіп, ал Қарасай Жәңгірді көтеріп әкеткен. Дәл бүйтіп батыл әрекетке қазақтар бара қояды деп қалмақтар күдіктенбеген. Әрі ұйықтап қалған күзетші мұның бәрін білмейде қалған. Батыр бабаларымыз жүректі де епті де болған. Өздері мана тығылып жатқан су бойына оралған соң Қарасай Жәңгірдің кісенін үзіп тасса деп айтайын десе, қорқу да сасу да жоқ. Ағынтай қалмақтың бір өндір қымызын көтеріп келе жатады. Сірә қалмақтың қарауылдары қалың ұйқыға кеткен кез болу керек. Ағынтай келе сап Жәңгірдің аяғындағы кісенді қолымен бырт үзеді. Өзі де қарулы Қарасайдың кісенді өзі үзе алмай Ағынтайға үзгізгеніне қарағанда оның аса қарулы екендігін батыр досы да даусыз мойындаған болса керек. Жәңгірді атқа мінгізіп, енді жүрер кезде Қарасай жан-жағына қараса, ылым-жылым Ағынтайдың жоқ боп кеткенін байқайды. Сәлден кейін көтерген бірдемесі бар, ол да келеді. Көтергені әйел болып шығады. Ол түн екі батыр үшін өте сәтті түн болыпты. Бұлар үйге жақындай бергенде алдарынан шыға келген қалмақ батыр Қонтайшының, яғни қалмақ ханының өзі екен. Далаға шығып кеткен күйеуі ұзақ кешіккен соң артынан Қонтайшының қатыны да шыққан сәтте оны Ағынтай аузы басын басып көтеріп әкеткен екен. Әрі тұтқындағы қазақ ханзадасынан айырылып, әрі қойнындағы қатынын алдырып, өзін қазақ батыры талдырып кетіп, батыр Қонтайшы әбден масқара болады. Көп әскер келіп күшпен тартып әкетсе, тағы жөнау. Ұшақ адам келіп, ың-жыңсыз ешкімге сезік те салмай, күдікті дыбыста шығармай, емін еркін білгенін істеп кеткені жаңа ғана хандық құрып, ұлы билікке енді қолы жеткен Қонтайшыға сөз жоқ, өлердей соққы еді. Осы кегін қайтсем, қалай қайтарам деген батыр Қонтайшы қазақ қолына түскен. Бұл әйелін тек 1643 жылы Орбұлақ шайқасы кезінде ғана босатып алады. Орыс және қалмақтың өз адамдарының жазба деректеріне қарағанда, Орбұлақ соғысы кезінде қалмақтар 10-11 мыңнан астам адамнан айырылған. Ал ол соғысқа қазақтардан 600 ғана адам қатысты деген дерек бар. Өзінен әлденеше есе көп жауды ор қазып қарсы алған қазақ қолы ол соғыста асқан ерлік көрсеткен. Әйткенмен қайта-қайта қайырылып шабуылдаған қалмақтың қалың қолынан қазақтар түбінде жеңіліс табуы әбден мүмкін еді. Оларға көмекке Златкиннің айтуынша 20 мың қолмен, Қазыбек бектің айтуынша 23 мың қолмен Жалаңтөс батыр көмекке жетіп үлгереді. Бұл Орбұлақ соғысында Қарасай мен Ағынтай орға бекініп соғысқан. Соған қарағанда Ағынтай батырдың тәсілі де, амал айласы да мол болған. Қалмақ хандығының аса бір күшейген ел болып, басы алғаш бірге бастаған біріккен тұсына Есім хан мен оның ұлы Жәңгірдің заманы деп келеді. Және қазақ үшін де бұл кезең аса бір айтулы ерлігі мен
бірлігі сай түс болады. Олай болмағанда кім біледі, ежелден аңдысқан екі көшінің бірі ерте сөніп кетуі де мүмкін еді. Ол кездегі Есім ханның әр батыры Қазыбек бектің айтуынша әр қайсысы 100 кісіге татитын адамдар болыпты. Олар қазақтың Қарасай батыры, Арғын Ағынтай батыр, Найман, Көксерек батыр, Қанды Сарбұқа батыр, әйгілі жырау Төртқара Жиенбет батыр, Қоңырат Алатау батыр, Дулат Жақсығұл батыр, Арғын Қомпай батыр, Суан Елтінді батыр, тағы басқалар. 1627 жылы Тобылдан асқан қалмақтар Еділ мен Жайыққа келіп, кіші жүз қазақтарына күн көрсетпейді. Есім хан 20 мың қолды Жайыққа аттандырады. Қалмақтармен соғыс 83 күнге созылады. Оның 1,5 айы жекпе-жекпен өтеді. Бұл да сол кездегі соғыстың өзіндік ерекшелігі. Сол соғыста Ағынтай батыр 7 күн бойы жекпе-жекке шығып, қалмақтың 11 батырын жеңеді. Сонда Ағынтайдың кей күндері бірнеше рет жекпе-жекке шыққаны ғой. Кейбір жекпе-жектер ол кезде ертеден қара кешке дейін созылады екен. Мәселен, қалмақтың 17 жасар батыры Жәңгірмен сайысқанда жекпе-жек сәске түстен ұлы бесінге дейін созылған. Соған қарағанда 7 күн бойы жекпе-жекке шығып, соның бәрінде жеңіп шығу Ағынтай батырдың қуатынан да, ерлігі мен ептілігінен де бізге үлкен елес берсе керек. Қалай мақтасаң да сиятын, қалай мақтансаң да лайық шығатын батыр. Бізге де, бізден кейінгіге де үлгі болатын бабамыз осы емес пе? Тәуелсіздігіміздің тарихы осындай тұлғалар арқылы ғана дәстүрлі танымды тәрбиелі болмақ. Ағынтай батырдың ауылы Шудың аяғы Құрдым деген жерде отырған кез екен. Қасына 10 жігіт алып ауылына барып келуге шығады. Жолда шаршаған соң аттарын тұсап жіберіп ұйықтап жатқан кезде оларды 90 қалмақ қамап алады. Қару-жарақтарын жинап алған қалмақтар 10 қазақты алдарына салып жаяу айдайын десе, Ағынтай мылқау кісіше мелшіп орнынан қозғалмайды. Қалмақтардың басшысы Лоусон деген жігіт ыза болып қасына жетіп келгенде Ағынтай оны құлақ шекеден бір қойып өлтіріп бастайды. Сонан соң қалмақтар оған жабыла кетеді. Қазақтарды қарап тұрмайды. Өз-өзінен қарусыз төбелес ойда жоқта бас салады да кетеді. Бір Ағынтайдың өзі 8 қалмақты ұрып өлтіреді. Барлығы 10 қалмақ, 3 қазақ сол төбелесте мерт болып, ақыры қалмақтың тұтқындары атқа мінгізіп байлап матап айдап жүреді. Бір аптада қазақтар қорлық көреді. Содан Қоңыр деген қырғыз жігіті қалмақтың бір қызымен екі арада уәделесіп қалып, өзінің аяқ қолын шешкізеді. Таспен Ағынтайдың қолындағы зәнжірді ұрып сындырған соң, басқалардың зәнжірін Ағынтай қолмен ақ бырт сындырады да, бәрі қалмақтың ерттеулі аттарына міне қашып құтылып кетеді. Сол оқиғадан кейін ел ішінде Ағынтай жұдырық деген мәтел тарап кетеді. Іленің бойында Тасмұрын деген жерден күншілік төменде Ағынтай өткел атанған жер бар екен. Арқарлы тауының ішінде Ағынтай төбе аталған тау болыпты. Олар қазірде солай атала ма жоқ па, оны жергілікті тұрғындар білмесе, біз де біле алмадық. Сол жерлердің бәрінде Ағынтай батыр айрықша ерлік көрсетіп, елінің жауларын аямай жер жастандырған екен. Қарасай мен Ағынтайдың соғысу әдісіне Бөгенбай батырдың әдісі ұқсайды екен. Олар күн демей, түн демей, қай кезде өздеріне қолайлы деп тапса, сол кезде ұрыс сала беретін көрінеді. Жауды таңғы ұйқы кезінде тұтқиыл басып алу, жауын-шашын кезде әдейі пайдалану, бірақ қалай болғанда да өз адамын аз шығынға ұшыратуға тырысу, бұл батырлардың бас мұраты болыпты. Оның да түпкі себебі әрине елдің әр адамын сүю, соны сақтау. Қарасай мен Ағынтайдың қалай қай кезде танысқанын, қалайша айырылмас дос болғанын қазірше қазақ тарихы да, бөгде тарихта айта қойған жоқ. Алайда екі батырдың айрықша дос болғанын Матай би айрықша ілтипатпен жазып кеткен көрінеді. Олардың өз ғұмырында қанша рет жекпе-жекке шыққанын ешкім есептемеген. Қалайда аз болмаса керек,
ал кескілескен соғысқа екеуі де 200 мәрте кіріпті. 30 жыл ойран, 40 жыл қырғын болса да ажалды өледі деген сөз бар. Екеуі 40 жыл соғысқа қатысса, жылына орта есеппен 5 рет жаппай шайқасқа қатысып отырған. Соның бәрінен аман есен шығу үлкен сәттілік. Сол сәттіліктің өзек сыры бақсақ достықта екен. Қарасай мен Ағынтай батырдың арадан қыл өтпес достығы жан алып, жан беріп жатқанда да айырылмауы, бірін-бірі сақшы болып жүруі, ұрыста басы домалап қалмай, екеуінің де саламат болып кейін өз ажалынан өлуіне себепші болды. Әйтпесе, пәлен жылға созылған соғыстан екеуінің тірі қалуы таңғаларлық жайт. Ал егер бірін-бірі өлімнен қорқап достың басын өзінен жоғары бағаламаған болса, фазыл болмаса, онда ұрыста бола беретіндей. Бұл екеуінің басы да кез келген жерде домалап қала берер еді. Міне нағыз достықтың күші осындай депті Қазыбек Тауасарұлы өзінің түп-тұқайынан өзімшін атты кітабында. Менің байқауымша, ғарапқа, яғни жеңіске деген жеткізетін тек қана достық болар деймін депті Жарықтық. 1664 жылы Қарасай мен Ағынтай батыр наймандар мен жалайырларға шабуыл жасаған қалмақтарды қууға қатысып, сол соғыста екі доста жараланып, Ағынтай ақсақ болып қалады. 1670 жылы Қарасай өзінің дос Ағынтайдың қасына арқаға көшіп келеді. Өйткені ол ары жаудан жырақ, тыныш еді. Бір жылдан соң 1671 жылы сонда қаза болады. Айыртауға жерленеді. Бір жылдан соң Ағынтайда қайтыс болып, Қарасай досының қасына жерленеді. Біз олардың басына ескерткіш белгі қойдық. Қызылжар қаласының қақ ортасында Қарасай мен Ағынтайдың ескерткішін орнаттық. Бірақ олардың алдындағы парызымыз онымен өтеле қоймайды. Солардай дос бола білсек, солардай бауырмал бола алсақ, болуға ұмтылсақ, онда сол парызды біз болмасақ та, бізден кейінгі ұрпақ өте алар бәлкім. Алайда біз тәуелсіздік алдық, ол тәуелсіздігімізді олар өле өлгенше қорғаған, яғни өте де бастадық.